Сәлем, 3 сынып қазақ тілі 84 сабақ 4-6 жаттығулар. 4 жаттығудың назар аударымындағы сөз жұмбақты шеш. 1 сұрақ, бейбітшілік құсы. Көгершін. 2 сұрақ, түнде ұшатын құс. Үкі. 3 сұрақ, 4 түліктің шөлге ең төзімдісі. Түйе. 4 сұрақ, үрлеп аспанға ұшыратын зат. Шар. 5 сұрақ, тышқанның үй мекені. Ін. Балалар, сөз жұмбақтың шешуіндегі сөз бойынша тыңдайтын мәтіннің не туралы екенін болжа. Сөз жұмбақтың шешуіндегі сөз күйші, демек мәтін күйші немесе күйшілік өнері туралы болуы мүмкін. Мәтінді мұқият тыңда. Нарынның құмда ауылынан шыққан домбырашы қыз туралы аңыз әңгіме елден елге тарап кетті. Несін айтасың? 10 саусағынан күй төгілген майталман жорға дейді. Құрманғазыдан артық болмаса ешқандай кемдігі жоқ шебер дейді. Ойбай-ау, ешкімнен де домбыра үйренбеген дейді. Дина Құрманғазыдан үйреніп қалған ақсақ киік алатау балбырауын қайран шешем күйлерін күн сайын әлденеше қайталап тартып отырушы еді. Домбырашы болу оңай нәрсе емес, ең алдымен үнді дыбысты сүйе білу керек және оған өзіңше мән бере біл. Екіншіден, ерінбеген етікші болады деген мақалды біздің ел бекер айтпаған. Ерінбеу, ұялмау, қысылмау керек. Өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстау керек. Құрманғазы айтқан осындай ақыл кеңестерде домбыра шегінің сүйкімді дыбыстармен бірге Динаның құлағына кетпестей ұялаған болатын. Мәтін қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясынан алынған. Балалар, мәтінде кім туралы айтылған? Дина туралы не білетініңді айт. Мәтін Дина туралы айтылған. Дина өте керемет домбырашы болған. Динаның аңызға айналып 10 саусағынан күй тамған кереметтей күйші болған. Келесі сұрақ. Мәтіндегі мақалды көркем жазып, етістіктің астын сыз. Мәтіндегі мақал ерінбеген етікші болады. Ал енді бұл мәтіндегі етістік ерінбеген және де болады сөздері. Өйткені ерінбеген болады сөздері не істеген, не істейді сұрақтарына жауап береді. Сондықтан да осы екі сөз етістік болады және осы екі сөздің астын сызамыз. Келесі сұрақ, мәтінге сүйеніп өнер адамы қандай болу керек туралы нұсқаулық жаз. Біріншісі, өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстау білуі керек. Екінші нұсқаулық, еңбек сүйгіш болуы керек. Және де ұялмау, қысылмау керек. Шығармашылық үзіліс. 5 жаттығу. Дөңгелекшелердің ішіндегі әріптер реті бойынша мақалды оқы. Жақсының аты өлмейді. Демек, бізде жақсының аты өлмейді мақалы құрастырылды. Осы мақалдан етістікті тап, оның қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Бұл мақалдағы етістік өлмейді сөзі. Өлмейді сөзі аты сөзімен байланысып тұр. Демек, етістік зат есіммен байланысып тұр. 6 жаттығу. Күрделі етістіктерді теріп жаз. Ондағы етістіктің ішіндегі күрделілері оқып жүр. Келе бастады. Сүртіп тұр. Жүгіре жөнеледі. Сөздері күрделі етістіктер болады. Неліктен күрделі етістік екенін дәлелде осы етістіктермен 4 сөйлем құрап жаз. Өйткені бұл етістіктер
екі етістіктің қосылуы негізінде жасалып тұр. Сондықтан да күрделі етістік болып саналады. Оқып жүр етістігіне сөйлем. Асқар кітабын күнде оқып жүр. Дүкенге жаңа өнімдер келе бастады. Айнұр терезе сүртіп тұр еді. Арман сабаққа жүгіре жөнеледі. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.